Сәлем достар, сіздермен бірге телефон құпиясы каналы және де мен Денис Алиханов. Мен бүгін көп адамды көптен бері мазалап жүрген бір сұраққа жауап бергелі отырмын. Видео арқылы кішігірім толықтай түсіндіріп кеткелі отырмын. Дәл осы Google Chrome приложениясын көп адам қолданады екен. Дәл осы браузер арқылы уведомлениеға түрлі сайттардан түрлі жарнамалар көптеп келеді деп айтуда. Сол жарнамалар тіпті біздің жұмысымызға, яғни телефонды қолдануымызға, емін-еркін қолдануымызға кедергі жасап жатыр деп маған өз шағымдарын айтқан болатын. Көп адамға түсіндіргенімен толықтай түсінбеген осы видео арқылы түсіндіріп кеткелі отырмын. Алдымен осы Google Chrome'ға кіресіздер. Видеоны былай түсіндірмес бұрын ол жарнама сізге қалай келеді, немесе оны мүлдем басында келдірмеу үшін сіздер түрлі сайттарға кірген кезде сізден өз сайтының жарнамасын немесе өзінің жаңа новостейін дейміз ғой, соны сізге жіберіп отыруды сұрайды. Яғни экран бетіне разрешить немесе блокировать деп көрсетеді. Сіз сол кезде мән бермей разрешитті басып жібересіз. Сол кезде сізге күнде минут сайын өзінің жарнамаларын жіберіп отырады. Тіпті экранның бетіне де жібереді сізге. Сіз сол кезде блокировать деген белгіні басып жіберсеңіздер, сізге мүлдем ол келмейтін болады. Сіз алдымен сайттарға кіретін кезде соған мән беріңіздер. Алдымен жоғары жақта тұрған мына үш белгіні басасыздар. Ары қарай настройка кіресіздер. Оны жасау аса қиын емес. Настройка сайт деген кіресіздер. Кейбіреулерінде басқаша болуы мүмкін. Уведомление дегенге кіресіздер. Дәл осы жерден сіздер разрешить етілген сайттар төмен қарай тізіліп тұрады. Барлығын заблокировать етіп тастағанмын. Яғни сіз разрешить етілген сайттардың біріне кіріп очистить и сбросить деген басасыздар. Ол сайт мүлдем жойылып кетеді. Яғни өзінің жарнамасын жібермейтін болады. Немесе уведомление дегенді баса саласыздар, сіздің уведомлениеңізге мүлдем шықпайтын болады. Аса қиындығы жоқ деп ойлаймын. Дәл осылай жасасаңыздар мүлдем сізге жарнама келмейтін болады. Бәрі түсінікті деп ойлаймын. Осымен біздің бүгінгі видео аяқталды. Видеоға лайк басып, каналға жазылып қойыңыздар. Алдағы уақытта басқа да видеоларымызды дайындап жатырмыз. Қызықты видеолар шығып жатады. Сіздердің бізге ұсыныс немесе өзіңіздің сұрақтарыңыз болса, дәл осы видеоның комментіне қалдырып кетіңіздер. Біз міндетті түрде оған жауап беріп, оны елейтін боламыз. Аман саулық күнде кездескенше қош сау болыңыздар.